Белгілі режиссер, драматург Әмір Мәжитовтің туғанына биыл 80 жыл. Жаңақорған ауданында сан өнердің саңлағына құрмет көрсетілді. Өнер үшін туып, саналы ғұмырын өнерді өрістетуге арнаған дала талантының құрметіне арналған еске алу жиыны мазмұнды шараларға ұласты. Әмір Мәжитов 1937 жылы Жаңақорған ауданы қазіргі Қараш ауылында дүниеге келген. Балдәурен балалық шағы қиындықпен тұспа-тұс келген жанның өмірге құштарлығы ерте оянады. Орта мектептен соң Қазалы ауыл шаруашылығы техникумын есепші мамандығы бойынша бітіреді. Еңбек жолын Бірлік совхозында бухгалтер болып бастаған ол, өндірісте жүріп мәдениеттен бір сәтте қол үзген емес. Халық театрларын құрып, оған өзі жетекшілік етті. Шалқытып ән салды, төгілтіп жыр терменің тиегін ағытты. Ақындығы бір төбе, сан өнердің саңлағын еске алу шарасы аймақтағы халық театрлары фестивалінен бастау алды. 8 ұжым бақ сынаған байқау елдің жоғары бағасына ие болды. Сондай-ақ бұл күні Әмір Мәжитов кітабының тұсауы кесілді. 4 бөлімнен тұратын жаңа жинақта өнер иесінің мақалалары, пьесалары мен өлеңдері және Әмір Мәжитов жайында жазылған естеліктер қамтылған. Ақын, драматург, әнші, режиссер, кезінде актерда болып ойнаған Әмір Мәжитов ағамыз ерекше дара туған тұлға өзі. Өз өлгенмен көз өлмейді деп Абай атамыз бекер айтпаған ғой. Өлді деп айтуға бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деп. Сондай адамның бірі осы Әмір ағамыз. Әмір Мәжитовтың қазақ театр тарихында тұңғыш рет ашаршылық туралы тақырыпты ашқаны үшін тарихта қалды ол кісі. Ал енді сол кісінің суреткерлігі туралы және ол кісінің жаңағы ақындығы болсын, жыршылығы болсын, драматург жағынан қарап отырсаңыз, сол барлық қырынан зерттеліп, ол туралы арнайы үлкен кітап шығарылды. Бүгінгі мынау театрда біздің кезіміздегі халық театрларының әлі жұмыс істеп жатқанына қуанып отырмын. Өйткені ол біздің кешегі өткен тарихымызға бүгінгі күннің тұрғысынан үңілуімізге мүмкіндік береді. Өмірін театрға тарту еткен сахна сардарын ұлықтау шарасы аудандық музейде жалғасты. Мұның да өзіндік мәні бар. Әмір Мәжитов 1990 жылы тұңғыш рет аудандық өлкетану мұражайын ұйымдастырып, алғашқы басшысы атанды. Өңірдегі өлке тарихына қатысты жәдігерлердің жинақталуына ерекше атсалысты. Осы еңбегінің құрметіне тақта орнатылып, музейден арнайы бұрыш жасақталған. Музейде Әмір Мәжитовтың өмірінен сыр шертетін құнды деректер топтастырылып, әр жылдары атқарған еңбегі, жеткен жетістіктері көрініс тапқан. Сонымен бірге өнер тарларының шығармалары, пьесалары қойылған. Елбасымыздың мақаласында бір жақсы бір жері бар. Өзіміздің тарихымызға сүйенуіміз керек. Өзіміздің дүниетанымызға, өзіміздің дәстүрімізге, өзіміздің философиямызға, өзіміздің тілімізге, ділімізге сүйенуіміз керек деп жазған. Қазақтың жерінің бәрінде сакралдық жерлерді, өзіміздің тұлғаларымызды көтеруіміз керек. Сол тұлға мәселен Әмір Мәжитов сондай тұлға. Театр тарланы атты халық театрлар мен драма ұжымдарының арасындағы облыстық фестивальде 3-ші орын жалғаштықтарға бұйырса, Қармақшы ауданы 2-ші орынды еншіледі. Ал 1-ші орынды Жаңақорған мәдениет үйі жанынан құрылған театр жеңіп алса, бас жүлдеге Арман кенттік мәдениет үйі жанындағы халық театры лайық деп танылды. Салтанатты шарада сөз алған аудан әкімі Өнер Майталманның сыр өңірі мәдениетін дамытудағы үлесіне айрықша тоқталды. Әмір ағамыз өзінің қысқа ғұмырында бойына біткен сан қырлы өнерін туған халқына сарқып бере алмай кеткен тума талант иесі болған дер едім. Олай дейтінім, менің өскен ортам әдебиет пен өнерден алшақ емес. Әмір ағамыздың орындауында айтылған жырлары мен термелерінің тағылымдық әсері мол. 8 қырлы бір сырлы Әмір ағамыз тек актерлік шеберлігімен, режиссерлік талантымен шектелмей, қаламы арынды жазба және айтыскер ақын ретінде де танылған. Лұқбек, қорықпашымызды Лұқбек! Лұқбек, деймін! Тұршы Лұқбек! Қарашыма Лұқбек! Бір үзім нан. Бұл ашаршылық жылдарында Алаштың басына түскен азапты күндерді театр сахнасына сыйғызған драматург Әмір Мәжитовтың пьесасы. Ауылда туған таланттың туындысы 1987 жылы кеңестік кезеңнің дәуірлеп тұрған шағында Алматыдағы Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында сахналанып, республикалық театрлар байқауында топ жарды. Театр сыншыларының оң бағасына ие болды. Өнер майталмандары дала талантының батырлығына тәнті болып, оның өнеріне бас иді. Бұл тек тұрпақтың тегін емес екендігін танытқан шақ еді. Қазақы тәрбиені, қазақи жолды діңгек қып әрқашан ұстана білуімізді талап ететін кітапты жинақтау барысында шығармаларымен таныса отырып, біздің өзіміз әкемізді жаңа қырынан
танығандай болдық ағайын. Өйткені өзінің шығармаларын оқи отырып, рухымен тілдескендей, арқамызды шымырлатқандай, сондай бір сезімге келдік. Ұрпақ жадында жаңғырған Бекзат Болмыстың болашақ буынға берері мол. Артында бүгінгідей іздейтін елі мен ұлағатты ұрпағы барда әмірдің көкжиегі кеңейе бермек. Енді сахна сардарының өнер әлеміндегі екінші ғұмыры басталмақ. Асқар Тәжиев, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.